дауысын жетіп саған құйт дегенше. Бұл. Блин, сөйтіп мен не істегенмін, короче. Білмей қалдым. Баспағанмын ғой. Дубайда жүрген кезде. Жарты сағат жоқ қой оның. Тудың ба? Тумағансың ғой. Интервьюді өшіріп алғансың ғой. 2020-21-лерде. Сәлем достар, қалайсыздар? Бұл біздің жаңа екінші подкастымыздың выпускі. Нұрсерік Көптілеу YouTube каналына қош келдіңіз. Бүгін бізде Эпекле емес, ерекше. Аты Еркебұлан. Еркебұлан, өзіңді таныстырып кетсең. Барлықтарыңызға сәлем. Есімім Еркебұлан. Осы тоже видеографпын. Шақырғаныңа рахмет. Мінекей Эпекле емес, ерекше деген атпен танылғанымыз бар енді. Бар енді. Таныстырамайды екенмін да. Көп негізі фрилансерлер скромничать етеді. В принципе, өзім таныстырып өтейін. Стаж негізі қанша? 5 жылға жетіп қалды ғой енді. 5 жылға өтіп отыр. 5 жылдан ары қарай уже 5 жылдан астам тәжірибесі бар видеограф, мобилограф болып бастаған. Ірі компаниялармен, ірі кәсіпкерлермен, инфобизда, жалпы компаниялармен жұмыс жасаған. Қазіргі таңда видеограф деп таныстырасың ба өзіңді? Қазір негізі контент-мейкермін, контент-продюсермін деймін, бірақ жасап жатқан видеографтың түрлігі ғой негізі. Кайф. Лазар жоқ. Күшті. Мен мына жақта дайындап келген сұрақтарым бар. ChatGPT-ден сұраған десең. Ондай бір не емес, өткенде айтқандай таңыры там. Көрдім. Сондай емес. Чисто налай тек өзіміз отырып, чисто своя туса деген сияқты ғой. Айтайын дегенім сол бэкграунд қалай басталды жалпы? Бұл жолға қақтан келдің? Қалай болып кетті бұлай? Ең бірінші мен бұл салаға вообще қызыққан жоқпын негізі. Ең басында. Сосын негізі ең бірінші мен тәтем бастаған. Әпкем, сестрам. Сол кісі ең бірінші мобилографияны оқып бастады. Ең бірінші Қыраннан оқыды, сосын Асхат Шинелден оқыды. Жақсы жетістіктерге жетті ол кезде ше. И сол кезде мен прям қызығып қарадым да ол кезде ше. Уже жасап жатқан дүниесі, мысалы Қыран студентстің админі болып кетті ол кезде. Сосын Асхат Шинелдің оң қолы болды, короче. И сонымен каким-то образом енді сонымен жұмыс болғаннан кейін келіспей қалды, и ол тастады. Мен жанында бірақ жаңағындай оқып, қарап, маған үйретіп енді жанында жүру керек. Сол кезде типа маған ұстатып қоя салатын да, типа телефонды деген сияқты ше. Типа мына шетін былай ал, мына шетін былай ал деп. Мысалы Көлсайға алып кететін мені бірге деген сияқты ше. Вот сол кездерде қызығушылық ақырындап басталды. Бірақ мен қолымда ол кезде iPhone 6 болатын. iPhone 6-мен мен ең бірінші сол жаңағы көрген, білген навыктарымды, мысалы мен чисто монтажбен жасап шығардым да. Мен түсіруді особо ұнатпайтын. И вот сол кезде, короче, аниме көріп бастағам, Наруто. Вот сол кезде типа бір сериясын скачать етіп алып сөйтіп бастайтынмын ше. Типа андай видеолипке салатында 30 минуттық видеодан 1,5 минуттық, 2 минуттық нелер эдиттер жасайтынмын сол кезде. Типа телефонмен бүйтіп қудыртып. Сол кезде монтажный скиллдарым дамыды да. В основном маған сол монтаж жағы қатты ұнайтын. Қазір де қатты ұнайды, но примерно содан басталып кетті ғой. Базар жоқ. Ал мен сенің стористарынан көріп жүрмін негізі. Кейде там өзін таныстырған кезде бұрын охранада жұмыс істегенсің да. Негізі сондай бэкграундтар типа сразу мобилограф там видеограф болып кетпей бұрынғы жұмыстарың қандай болды негізі? Иә, ең бірінші негізі сол карантин кезінде басталды ғой в основном. Карантин кезінде по-любому құр жатпайық дедік. 3 ай бойы жаттық қой. Сосын бір нәрсе істеу керек болды. Студентсің ол кезде. Сосын тұрдым да, құр жатпайыншы, любой бір жұмыс іздеп көрейінші дедім. Сосын мамам Нұрлытауда істейді. БЦ Нұрлытау. Ресепшнда. Енді таныстарынан сұрайды, жұмыс бар ма анау деген кезде. Бірінші охранадан бұрын дворник болып шығады ғой. Дворник 120 мың теңге айлығы. Короче, 2 апта істейсің, 2 апта демаласың. 2 апта таңнан кешке шейін істейсің. Ладно, істей беремін, типа, екі қолға бір күрек дедім ше. 120 мың теңге сен ол кезде вообще 0 тауып жүрген адамға ема жесткий андай не да, типа, үлкен ақша. Жарайды істей беремін дедім, типа, хотя бы құр жатқанша. Сол жақта істеп жүрдім, бір 2 күн істедім. 2 күн басында істеп жүрдім. И вот сол кезде бір кісі келді маған былай деді. Тоже охранник қой. Балам, короче, не істеп отырсың деді да, короче. Мен ол кезде шөп жылып отқанмын ғой ненің алдында, Нұрлытаудың алдында ше. Не істеп отырсың дейді да. Аға көріп сол жұмыс жасап отырмын деген сияқты айттым да. И вот сол кезде тұрды да айтты, түр десе түрің бар, бой десе бойың бар, неғып сен андай не жасап жүрсің деген сияқты айтты да. Маған ана кезде ұялып кеттім сосын ше. Мына жақта таныс охрана бар, ол кезде Альфа-банктікі. Сол кезде тұрды да айтты, типа, мына жақта Альфа-банк деген не бар, соған охранаға кіресің ба деді. Таза жерде жұмыс жасайсың, тура сен қазір қанша алып жатсың деді. Мен 120 мың теңге десем, ана жақта 150 мың теңге дейді. Мен тұрдым да, давай дедім, короче. Давай
смело кірем, жұмыс істеймін дедім, типа охранада, тыныш жерде, таза жерде деді. И сосын барып сол кезде барды да сразу моменте мен ойламадым, типа сразу барып келісіп кетеді деп ше. Бастығын шақырып келіп тұр ғой, жаңағы старший охрана деген сияқты ше. Шақырып келіп тұр, сонымен сразу амандасты да. Короче, осындай маған ертең документіңді әкеліп бер. Ертең кіретін болсаң қабылдаймын. Менде мына жақта тағы бір не болып тұрған, кандидат болып тұрған деді. И сонымен тұрдым да келесі күні жаңағы дворниктан шығып кеттім да, сразу документтерді жинап охранаға кіріп кеттім. Сонымен охранада бір где-то бір 3 айда істедім. Қалай екен? Ну, бастапқыда кайф болды. Просто ештеңе істемейсің. Еще анандай не ғой, карантин енді ғана ашылып жатты, вообще адам жоқ. Түскі 3-ке шейін, 4-ке шейін отырасың да, сосын үйге қайта беріңдер дейді. Сосын қайтып кетесің. Ойнағаның барлығы PUBG, пачинкиге түсесің, Сосновка. Анимені сюжет қарап тастадым, жаңағы Нарутоны ше, 800 серияны. Дата ол көп уақыт болды сол кезде. Бірақ ақыр соңында енді уже жұмыс басталды, прям андай қызып атады сол кезде, бірақ андай қой өскім келеді, басқа дамығым келеді деген сияқты болды да. Сонымен шығып кеткен болатын, бірақ шықтым да, ГУМ бар ғой, ГУМды білесің ба? Сол ГУМда охранаға кіргем қайттан. Типа ол жерде уже кішкене анаяқта мысалы мен 5-2 жұмыс жасаватырмын ғой, дневной кәдімгі штатник жұмыс сияқты. Анаяқта уже 2-2, типа мен оқуым басталады сол кезде. Типа 2 күн істеймін, 2 күн оқуыма барамын деген сияқты. Бірақ, короче, ең соңында сол 1 ай істедім ол жақта мен. 1 ай кәдімгі мен желкемнен шығарды ғой. Потому что ГУМда істеу деген білмеймін, андай айтты да, короче, охранадағыларды, оказывается, енді бір жерін кесіп тастасаң, ау деп жандай. Слишком андай момент та ол просто. Оказывается, охранниктарды неге алып кетеді? Бастықтары жұмысқа. Типа как не сияқты көрсеткен да. И сонымен тұрдым да, мен айттым, мен ондай бара алмаймын дедім. Сосын айлығым сол кезде 50 000 теңге шықты. Ойлашы, ма сен 15 күн істеп алсың, 15 күнде 50 000 теңге алып тұрсың. Сонымен тұрдым да, болмайды дедім да, сонымен шығып кеттім. Потом мен болмайды ау дедім да, өзім курс алған болатым Қыраннан. Мотобиография 5-ті. Бірінші потогын алдық ол кезде. Мотобиография 5 дегеннің бірінші потогын алдық. Сол кезде оқыдым. Официально өзім сол кезде типа жертвование жасап өзім қиған болатым соған ақшаны ше. Бірақ ақталды ғой, конечно. 6 000 теңге ғой. Ол кезде. Бірақ сонда да типа стипендияны құрттым да оны. Енді ол кезде курсқа ақша құрту деген кәдімгідей жұмыс қой негізі ше. Өте қатты. Мен есімде алғашқы СММ курсы 5 000 теңгеді. Бірақ оны 2 бала болып 2,5 мыңнан сұраймын. Үйден мамадан сұраймын. Ема қиынша анау курсқа бір 5 000 теңге беру. Ол кезде андай ғой, мышление андай болды ғой, типа мен ақша, типа курсқа ақша төлеймін ба деген сияқты ше. Ең қате олардың бірі болды да менде ше. Мен оны переборол, типа андай болды, осы мен аны алатын болсам, мен болды уже өсем деген сияқты ше. И іште үміт пайда болды сосын. Мен оқыдым, орта пайда бола бастады, сол жақтардан типа уже шақырып бастадым. Курс көрген кезімде типа андай мотивация тойып алғансың, ол жақтағылар айтты да, типа барып өздеріңнің сыныңдар, рейтіңдер, бүйтіңдер. Ұсыныңдар деген кезде алғашқы проектің білесің ба, қанша теңге саттың өзі? Алғашқы ақша төлеген бір. Алғашқы ақша төлеген я білемін. Типа туысымды түсіріп бердім. Ой, туысымды деп қой, досымның туысын түсіріп бердім. 5 000 теңгеге. Нормально. Таңнан кешке шейін жүрдім да. Жігіт Сұлтанына, короче, не істеу керек, видео керек болды. Олар Жігіт Сұлтаннан бірінші орын алды негізі. Енді бірақ ол өзіме қатты өтпеді, но все-таки типа ана шетте ақшаға жұмыс жасауға болады екен ғой деген сияқты чувство болды сол кезде ше. Оказывается, за это платят деп. За это платят деген сияқты. Потом жоқ, оның алдында жаңа курстан курс оқыған кезде типа айтты ғой, типа өздерің ұсыныңдар деді. Мен Гранд Паркқа барамын да 30-40 магазинге кіріп шығамын ғой. Ол кезде қолда XR. Бәрінен отказ алып шықтым. Понимаю. И сонымен ең соңындағысы былай күледі ғой. Типа шығып бара жатқан кезде оның қолында 12 Pro Max па сондай да, енді ол ең соңғы поколение да ол кезде. Сонымен тұрады, сен күліп тұрсың ғой, типа андай осы телефонмен сен түсіресің ба, XR-мен, мен қолымда 12 Pro Max, ол кезде термин жоқ, типа мотобиография деген. Чисто профессионально дамып кеткен да, типа андай ше. И сол кезде типа болмайды ғой, телефонға түсіресің, өзім ақ түсіре саламын ғой дейді. Деп күлді да. Бірақ ішінде андай чувство болады, типа оказывается, дело не во мне деген сияқты ше. Мен камера алсам, клиенттерім көп болады деп ойлаймын ғой. И сонымен тұрамын да, барамын да, короче. Тупо Sony деген есімде қалып қалған, типа мықты камера Sony. И қандай камера деген қарамағам да ғой. Сөйтсем Sony 6000 деген камера бар ғой. Вообще анаға даже не андай петличка салынатын несі жоқ. 4К вообще түсірмейді. Обычный телефон жақсы негізі ше. Бірақ камера дегеннен кейін ала саламын ғой, рассрочка тұрамын да, барамын да, көз жұмып ала саламын.
бірақ оны алғаннан кейін үйге келген кезімде ананы тупо қалай қосуды білмеймін ғой. ютубтан іздедім ғой, как қалай қосу керек осы камераны, как включить камеру деп ютубтан іздеймін. Ё-моё, тупикқа тіреп қалдым. сосын жаңағы момент типа қайтадан обратно Альфа-банкқа барамын, жаңағы 1:2 деген график қойып береді. Вот сол кезде мені тұрады да алды, бір күн сол жақта жұмыс жасап оттым. Бір күн жұмыс жасап болғаннан кейін түнде отырмын ғой енді, типа кезек ұйықтап оттық, охрана екеуміз. Сол кезде сторис қарап отқан кезде дос баламды жазып қалады. Қазір дос балам, ол кезде типа біз сияқты бір видеографтар ғой, продакшн ашып отырмын, жаныма адамдар керек деді. Нұрболат емес, жоқ. Бейбарыс Қайырғазы. Көріп отырсаң сәлем деп ше. Ассалаумағалейкум деп. Вот сол кезде вот жазып қалды сторисына. Мен тұрамын мына жақта, бүкіл ішімдегін жазып тастаймын. Ой, братан, короче, осындай. Менде мынандай камера бар, бірақ мен майблогермін деп жазып тастаймын. Түнде ғой. Сонымен келесі күн шықтым, үйге барып бір ұйықтап алдым, өйткені суткадан кейін ұйықтап тұрсам, маған жауап беріпті. Осындай, қазір кеш, короче, 1-2 сағаттың ішінде осы жақта боламын деді. Мен тұрамын да ұшам. Кездескеннен кейін уже болды. Давай, короче, минимальный зарплата қойып берем. Мен зато саған профессиональный обучение үйретемін деді. Типа Premiere Pro, камера. Ол кезде ода A7 S3 болды. Жостко. S3 деген қазірге FX3 қой. И вот сол кезде маған қатты өтті да не. Камерамен жұмыс, короче, процесс қызық болды. Короче, мен сол күні келістім и бардым да сразу жаңа охранадан заттарымды алып, киімдерімді алып кетіп қалдым. Айттым, бұл сендер істемейін деп. Ана жақта минимальный зарплатаға келісіп алдым. Типа самое главное, кредит жабады дедім да. Кредит жабады, жаңа рассрочканы. И зато мен жақта обучение үйреніп аламын дедім да. И профессионально сразу. Короче, мен майблогер болып жүрген кезімнен сразу кеттім. Осы жерде сен былай қарап отырсаң негізі бір жертвовать еттің ғой да. Жертвовать еттім. Риск бір жағынан риск үлкен. Сен кәдімгі стабильный жұмысыңнан охранниктан қиналмайсың, күнде барып PUBG ойнап, әйтеуір ойнап қайтып ақша аласың да. И плюс мына жақта дым білмейсің сен. Но бірақ желание там бешено жанып тұрды. Желание қатты бешено болды сол кезде. Мына жерің андай жгучий бір бірдеңе болып тұрды. Өйткені андай болды ғой. Мен негізі қайттан ол жақтан сол үшін шығып кеттім да негізі. Жаңа Альфа-банк дегеннен ше. Потом қайттан ол жаққа бару андай эгоңа қатты тиеді ғой. Күледі, ана бастардың алдында тұрып тұруың керексің, қайттан отыруың керексің деген сияқты ше. Ал мен өзім типа андай негізгі целім типа осы видеомен айналысудағы андай ғой, еркін болу ғой. Еркін болу. Иә. А мен мына жақта типа ана жақта охранада отырған кезде қатты андай бір как будто бір қинап клеткаға салып қойған сияқты болды да. Жоқ, жүрегіме қатты дейді. Именно мен официант болып жүрген кезде сезінетін осынша. Лагманханада официант болып жұмыс істейміз дос баламен. Негізі дос баламен жұмыс істеп, соның приколдарымен әрең жүрмін ар жақта ше. Просто ақша табу керек үйде, там каникулда, там мектептен кейін, 11-ші сыныптан кейін 2 апта әрең істедім ғой. Күнде таңертең барасың, түнде қайтасың. Лишь бы прикол ұстап, лишь бы сөйтіп ағағумен әрең жүрдім да. Бір күн еще бастығы оның ұйғыр екенін білемін ғой. Мен еще ол кезде бизнес бастауға той болғанмын. Ахметбек, Нұрсилаш, қазақтың жерінде мына жерде андай патриотизм типа ше, типа патриотизм ғой. Ұйғыр екенін білемін, сосын өзім чек көріп кетемін ғой. Сол моменттерде СММщик болып жұмыс істеп жүрдім. Сол кезде шығып кеттің ба? Патриотизм көмектескен ғой. Сол кезде шығып кетіп, еще мен бұрын анау бір донеркаға 4 мың теңгеге 2 видео сатып кетемін ғой, 8 мың теңге. Патриотизм көмектескен ғой жерде. Ахметбек Нұрсилаш сыйла деймін. Типа сондай болып кеткен да, бірақ бір жертвовать ету керексің жағынан ше. Конечно, мен типа перспективасына қарау керек деп ойлаймын. Мен жертвовать еткенде типа тупо жертвовать ету емес, перспективасына қарап. Типа мысалы қазірдің өзінде негізі мен нормально санаймын, типа бесплатно түсіріп беру деген сияқты нәрселердің өзінше. Не опыт болмаса түсіріп бересің ғой по-любому. Жинау үшін. Вот сол ғой. Енді перспектива деген сияқты нәрсе ғой. Вот қазірдің өзінде мысалы допустим Майтиван келіп, мысалы допустим Ирина Кайратовна келіп, біз сені еркебұлан аламыз. Сен бірақ бір ай жұмыс жаса десе бесплатно. Смело жасайсың ғой, өйткені саған кейс ретінде жұмыс жасау үшін, сен атың шығару үшін. Қазірдің өзінде типа опыт деген ол типа бітпейтін нәрсе деп ойлаймын. Кайф. Олардың деңгейімен жұмыс істеу керек. Кайф. Базар жоқ. Бастаған кездегі қиындықтар осы деп ойлайсың да. В принципе, там неопределенность, ар жаққа барайын ба, мына жаққа барайын ба, камераны білмей алдың еще. Қандай совет бересің, если там майблогерта или там ештеңемен айналыспайды, бірақ камерамен түсірем дейтіндерге. Бастапқыда егер оның горячий желаниесі болып тұрса, нормальный бір компанияға штатқа тұрсын.
вот хотя бы да типа минимальный зарплатаға олардан хотя бы типа жаңағыдай менікі сияқты обучение либо сондай по-любому оларда компаниясында болады нормальный компанияларда типа квалификация деген сияқты нәрселер ше вот соған тұрса минимальный зарплатаға оларға да пайдалы да ол хотя бы жарайды бір 2-3-4 ай істеп көрсін мен өзім ол жерде 2-3 ай істедім 3 ай істедім иә 3 айдан кейін барып шықтым да өйткені мен өзім жалғыз ана қалып қалдым ең соңында и вот сол кезде маған андай бір 5-6 проект келді да типа өзім жалғыз 5-6 проект жасап жүрдім монтажер ретінде де не ретінде де деген сияқты ше оператор ретінде де и қолым әбден не істелді типа үйреніп кетті да уже мен анадан шыққаннан кейін мен мынандай болды ғой мен одан шықтым сразу еще маунтимға кіріп кеттім ғой бір компанияға тур компанияда ол жерге кірген кезімде мені уже контент-мейкер ретінде алды а не то что типа майблогов емес та мен барам ол жерде фотографский скиллымды көтердім сторис жүргізу стилін немді көтердім андай скиллымды вот сондай неше түрлі жақтарын көтеріп берді да и из-за этого мысалы мен уже жарты жылдың ішінде видеограф та болып көрдім контент-мейкер де болып көрдім да енді қазір уже ойланып жатырмын ол нәрсені но ол кезде білмейсің ғой интуитивно типа мен майблогпын деп істеп жүре бересің да типа видеографпын деген сияқты а қазір былай қарасам оказывается мен сол моментте уже типа планканы көтеріп тастаған екенмін да деген сияқты вот сол кезде типа көбінесе бастапқыда енді самооценка ғой самооценка өзіңнің бағаңды айту ол самооценкамен бірдей да типа сен өзіңді бағаңды айту үшін сондай скиллдарың көтеріліп тұру сондай мықты қабілет жақтарыңды білуің керек деп ойлаймын да сол үшін де штатқа кіру деп ойлаймын нормальный бір компанияға бір начинающий там мобилограф бір штатқа кірсе ол жақта там кәдімгідей сығады ғой да қолына бететесің күнде бір съемка болады күніне 30 видео түсірткізеді кейбір мысалы нелерді білемін енді ол басында по-любому пайдалы да ол конечно опытты жинайсың 2 ай 3 ай жинайсың да дальше уже нормальный кейстерін жинап от души бір кейс жасап все деп смело бағаға сата беруге болады да смело мысалы енді бастап алып андай ғой гибкий график сұрайтындар бар ғой бос болса да ше типа білмеймін там бір жүргісі келмей ма или зумерлер дейміз ба олар ше сондайларға не дейсің көзқарасың қалай жалпы блин мен алдында просто не істедім ғой мастер-класста бізде разбор болды да консультация деген сияқты ше и вот сол кезде разборға бір жігіт келді енді минимальный немен өмір сүріп жатыр да типа просто ішің ашыды да и мысалы пособие алып алды да жұмыс жасап жатсың ба десем типа жасап жатқан жоқпын дейді үйдің жалғыз баласы қызы бар еще брат ойлашы енді пособие примерно енді плюс-минус айта салайын 50-70 арасында и ойланамын ғой брат сен енді қалай күн көріп жатсың деймін ғой типа оның подушка безопасностьсі не болып тұр ғой Яндекс Курьер и мен айттым саған брат не істеп жатсың енді типа неге жұмыс жасау үшін десем заявка беріп жатсың ба мысалы таргеттен шығады ғой по-любому мысалға штатқа мобилограф керек видеограф керек хитхантердің өзінен іздесе вакансия чатта вакансия типа телеграмда неше түрлі көп та варианттар ше ондайды білмесе типа хотя бы сұрамай ма типа адамдардан типа мысалы біздерден жазса біз ответ береміз ғой кішігірім хотя бы сондай нәрселерді айтып жібереміз ғой деген сияқты ғой и вот сол кезде ішім ашыды да меніңше неге іздемейсіңдер деп просто кейбіреулер андай аспаннан күтіп жатады да ең қате нәрсе сол деп ойлаймын ше мысалы былай мынандай көзқараспен қарайық ол если курьер болып жүр курьерлар в принципе там 300 мың 500 даже кейде миллион табатындар да бар бірақ не тастайсың ол жақта денсаулығыңды тастайсың и өміріңе қауіп та ол ше енді бастапқыда видеограф болып кетейін ба десең енді бір заказ болмай қалады деген қауіп қой максимум да ар жақта мопедте қазір тем более қыс өмір да машина қағып кетсе там инвалид болып қалуы мүмкін там құдай сақтасын тайып кетеді мысалы ол никто не застрахован да жарайды ол минимум жарайды суық тиюі мүмкін ғой но бірақ енді какой-то бір диджитал мамандық таңдадың фриланс болсын там таргетолог болсаң да хотя бы басында 150 мың теңге қазіргі табысынан кішкене төмен болып қалуы да мүмкін но бірақ 2, 3, 4, 5, 6 сен жаймен там выхлоп қосып отырсаң ол по-любому көтеріле береді ғой негізі если геометрический там интервалмен қарайтын болса да ну олар оны түсінбеуі мүмкін ғой мен сол үшін де былай айтқым келіп тұр фильтрация деген сияқты ше мысалға допустим ең басында бізге курста ше типа майблография болсын не болсын типа определенный мысалға осы сферадағы адамдарды қарасын деген сияқты бір задача беруші еді ғой и вот андай адам мысалы блогерларда нелерден пайдасы жоқ адамдардан короче сразу отписка жасаңдар деген сияқты вот бастапқыда сол дұрыс сияқты да и екінші совет ол по-любому мысалға енді үлкен ауқымды бір курсқа мысалы 500 мың 600 мың теңге тұратын курсқа шамаң жетпей тұрса да хотя бы кітап алып оқуға либо ютубтан подкаст көруге
тегін ғой. Лучше соны хотя бы көрсін деп ойлаймын да мен ше. Сол кезде уже ақырындап ой өрісің өзгеріп бастайды, уже түсініп бастайсың сен осылай жасау керек деген сияқты ше. Негізі мен осылай айтқым келген ол жігітке ше. Бірақ айттым тоже ше. Но қазір уже андай да типа енді не болып тұрғаннан кейін мүмкіндік болып тұрғаннан кейін айтып қалғым келіп тұр да соны ше. Вот. Фильтрация және уже кітап болсын, подкаст болсын, көп қой негізі қазір пайдалы ақпараттар. Даже ютубтың өзі негізі онлайн бір тегін площадка ғой. Сол жақтың өзінен бір хотя бы бастапқы қадамдарды алып алса болады да. Дальше уже база болғаннан кейін дұрысынан білім іздеп көру керек та. Жақсы, күшті. Енді қазір бағана басында кішкене скромничать етіп қалдың ғой, негізі қазір ірі қандай компаниялармен жұмыс істеп жатсың? Жұмыс істегенсің, жұмыс істеп жатсың, өзің мақтанып или там бір айта алатын эксперттер болсын. Негізі қазір экспертный рилстың несінде бағытындамын чисто. Фишкаң негізі басынан сол жақта. Экспертный рилс, таргет крео деген сияқты ше. Өйткені бір бағыт ұзансаң, уже сенде андай более-менее ақша көп келеді. Көбірек танымалдылық сол жақта болады. Андай көбірек танымалдылық бар. Екіншіден типа андай бір нені ұра берсең, типа Брюс Ли айтып еді ғой, типа 1000 техниканы үйренгеннен қорықпа, бір техниканы 1000 рет қайталағаннан қорық деген сияқты. Типа сол тема бұл жерде сен бір жерде ұра беретін болсаң, сенде сол нарықты тез шығу өте оңайырақ та. Өйткені сен бір нәрсені білесің, сол маманнан жасап аласың деген сияқты. Енді эксперттерден ең бірінші танылған ол Қасым Қазақтың арқасында. Айдархан өзіміздің. Алан Қаламен бірге жұмыс жасап бастадық. 1,5 жылда істедік. И вот содан кейін бар уже эксперттер келіп бастады. И өзіме де мысалға тұрақты болғаннан кейін сойқа өтіп кеттім да мен. Айдарханға дейін мен тоже андай қайқа барамын деп жүрген адам едім да. Типа қай ниша, қандай не деп. И потом мен Айдарханнан шықтым. Тоже басқа бір сфераларда жұмыс жасап көрген кезде маған қиындау болды. И мен тұрдым да соны эксперттер келіп жатқаннан кейін уже эксперт жаққа өте берейін дедім. Уже сол моментте уже нишамды тауып бастадым да. И қазір тұрақты енді Just to Study деген Тілек, иә. Just to Study деген оқу орталығы. Одан кейін Абырой Watch келеді. Абырой Watch. Қалғандары енді эксперттердің почти бәріне хотя бы бір реттен болсын түсіріп шықтым деп ойлаймын. Қазір енді сайтымда тұр оның бәрі. Алдында бүйтіп қарап көрдім, мынадан екен. Мақтансам жетеді негізі де. Не амаңыздар, келісіп сұраймыз. Жөтеліп қалдық, Енді мысалы жұмысың Абырой Watch'тармен жұмыс істеп жатсың, Еркеш болады, Тілек, Just to Study. Ол жақта енді кәдімгідей сапаға көңіл бөледі. Just to Study'ден там контенттерді кайф қой, в принципе, етіп қарап отырсаң. Енді сенің жұмысың, в принципе, от А до Я қандай нәрселерді қамтиды негізі? Сенің полный бір проектің. В данный момент новый клиенттерге басқаша. Ал уже Just to Study, Абырой Watch, мысалы Ислам Бөрхан, Қасқар бар ғой. Соларға уже бұрынғы нелермен кетіп қалды да. Оларда обычно съемка, монтаж да, оларда өздерінде профессионально дайындап келетін адамдары бар да. Мысалы маркетолог деген, SMM дегендер. Бірақ ондай көбісінде жоқ ондай. Көбісінде жоқ. Блин, бүйтеді ғой эксперттер. Короче, бір видео түсіру керек, там осындай сценарий мен локациясын жазып жібересің дейді. Тек қаласың ғой. Сәл бір қызысаңдар кішкене дайындамайсыздар ма мені бүйтіп сондай в курс енгізіп деп ше. Сразу сценарий сұрайды да. Жалпы өзің там бірінші процесс мынандай ғой. Бірінші, допустим, Инстаграмға жазады. Инстаграмға жазған кезде егер новый клиент болатын болса, мен оны уже встречаға шақырамын. Бағасын айтпайсың ба сонда? Бағасынан бұрын бірінші сұрап аламын ғой потребностьтарын. Не керек? Не керек, қалай болады, анау. Егер встречаға келетін болса, либо встречаға келмесе, хотя бы созвонға. Ол созвонда не үшін десем, потому что сол жерде более сен еркін біле аласың да. Ал сен перепискамен ол мүмкін сенен просто бағасын біліп кетіп қалатын адам шығар деген сияқты. Егер прям қоймай жататын болса, бағамды айта саламын деп кете берші деймін да. Өйткені олар зерттегісі келіп жатқан адамдар ғой, типа рынокты зерттейді, қанша болып жатыр, қанша құртам. Енді себестоимость есептейді оларда. Мысалы товардың бір нәрсе деген сияқты. И вот сол кезде тұрасың просто бағамды айта саласың. И оларды явно түсінемін мен примерно алмайды ау мынау деген сияқты ше. Ал алатын клиент уже сразу типа біліп тұрады. Маған четко мынандай керек деймін. И мен тұрамын айтамын, болды. Осындай, сізге устраивает, не устраивает деген сияқты. Примерно айтамын. И вот содан кейін барып уже процесс басталады ғой. Енді кездесуге келген кезде, кездесуде уже потребностьтарды сұрап бастаймын. Потребностьтарынан шығады да ол кезде ше. Уже сценарий керек па, керек емес па деген сияқты. Уже максимально сол кезде түсіндіріп беремін да. Типа менің қызметім қандай. Мен мысалға айтамын, типа видеографпын ба?
мен видео нені монтажда типа қатырамын деймін да. Оның өзі негізі типа әртүрлі адамдар жасайды ғой. Типа съемканың өзін негізі оператор жасайды. Иә, үлкен съемкаларды. Иә, типа примерно түсіндіріп беремін да, чтобы қымбатқа сату үшін ше, оның көз алдында. Мен допустим тұрып просто видеосъемка 500 000 теңге деп айта салсам, ол эксперт түсінбей қалуы мүмкін. Құндылығы ашылмайды. Иә, ема сен қуасың ба деген сияқты. Ана жақта мобиловтар 50 000 теңге, 10 000 теңге түсіріп жатыр ғой деген сияқты. А егер мен оның құндылығын бүйтіп досконально түсіндіріп беретін болсам, допустим, оператор мынандай алады, негізі мынау мынандай алады, мынау мынандай алады деп, мысалы, допустим, по полочкам түсіндіріп беретін болсам, ол уже түсініп бастайды да, қанша нәрсені эконом жасап жатырмын деген сияқты. Мысалға, сценарийдің өзін негізі біз сценарист емеспіз ғой. Иә. Біз дополнительно біреу шақырамыз, либо өзіміз хотя бы бүйтіп реф іздеп, ойланып, оның өзі қазір андай ChatGPT-мен жаза салмаймыз да. Қазір ғой енді кішігірім типа ChatGPT шығып, оның өзін типа үйреніп деген сияқты. ChatGPT-дің өзін де корректировать ету оңай емес. Сол ғой, оған нормально бір нәрсе типа промпт дейді ғой, промптты айту өте оңай нәрсе. Оның жіберген еще ответтеріне қанын қарайды дейсің ғой. Иә, первый шаг бір бәле деп тұрады ғой. Күшті. Айтып жатсың ғой, там директке жазатын новый клиенттер деп ше, кейбір там фрилансерлерге болсын, кішкене непонятно болуы мүмкін да. Клиенттер саған қайдан келеді? Каналы продаж қалай сенде? Канал продаж сарафанка. Бірінші. Біреу-біреуге совет етеді. Егер мен мысалы мынандай период болды өзімде. Вообще не болмай қалды. Клиент жоқ болып қалды. И вот сол момент кезінде мен обычный рассылка жібердім. 2 клиент таптым. Күшті. Типа мен 100 адамға жаздым да, бірақ ол кезде ше. Ойлай, 100 адамға типа 100 тугис аштым да просто. Тугистан еще. Тугистан аштым да просто. Цветочный іздедім. Қандай не бар типа жанымда ше, бизнестер бар, соның бәріне жіберіп жатырмын ғой. Жіберіп тастадым. И сонымен тұрдым да, Black Star детейлинг бар ғой. Вот бұрын мен сол жақта істеп кеткенмін да. Қазір ол жақта ешкім жоқ қой. И мен сол жаққа жазамын. Ол да рассылка ғой, былайша айтқанда. Еще мен несін білемін да оның, основатель ше, типа сол жақта основать еткен. Тимати деп шай отса. Жоқ, андай емес, типа именно Есентайдың астында бастығым, короче. Сонымен соған жекесіне жазып жібердім да. И сол шақырды уже, типа, болды, екеуі кел, не істейік, көрісейік, ақылдасайық деді. И все, типа, уже менде 2 клиент сөйтіп, біреу таныс болды сол жаңа, екіншісі типа цветочный бір нәрсе болды. Мен бірақ цветочный мен бір ақ істедім да, одан шығып кеттім сосын. Өйткені келісе алмай қалдық, енді холодный клиент па, ал мен уже ана жақта уже істеп кеткем, и оған барып тұрмын, уже маған жұмыстарым ұнап бастады. Мен айттым, типа, оған пофиг болды, типа, не камераға түсіресің ба, неге түсіресің ба, ол салмай қалған контент жүріп жатса болды. Тоқтаусыз да. Иә, тоқтаусыз жүріп жатса болды. Ол кезде мәзбін. Тем более Black Star'да істеп жатсың. Ой, вот ең бірінші сондай болды. Сарафанка, рассылка. Егер прям тупо дым жоқ болады болса, хоть таныстарыңа рассылка жіберіп шықсаң да болады. Жаңағыдай таныса клиент деген сияқты. По-любому. Екіншісі уже по-любому жеке блогты дамыту керек. Сол кезде уже сарафанкада күші көбейеді, жаңағыдай несі де көбейеді. Үшіншісі ол личный бренд қой. Личный бренд ол уже басқаша жұмыс жасайды да негізі. Ол ұзақ мерзімді жұмыстар ғой негізі ше. Үлкен дисциплинаны талап етеді. Иә. Не только жаңағыдай просто так видеоны сала беру деген сияқты емес, ол жерде уже жұмыс жасау керек негізі. Хорошо, күшті. Түсінікті. Бастапқыда, если дым болмай жатса, сіздер рассылкамен клиент табуға болады. Ну, хотя бы там күніне 50 адамнан рассылка жіберіп отырсаңыз, сіз уже аналитика жасайсыз. Мынау менің жіберіп жатқан текстім настолько ответ беретіндей ма, кері байланыс беретіндей ма, оның там назарын аудармай ма деген сияқты. Менің өзім негізі холодный рассылкамен көп клиент таппаған, бірақ обучениемде оны тексеріп көру керек болды. Холодныймен табуға болады деп айту үшін мен бір эксперимент жасап көрдім кезінде. Қанша бір 100-не ма, 150-не ма жаздым, өзімнің емес, non-filmстан, екінші портфолио аккаунттан жазғам кезінде. И бір 600 мыңға бір клиент жабылды. И плюс бір үлкен тендершікпен уже қанша бір 2 айдай ма жұмыс жасадым. Как объемға да, там видеоңыз там санына деген сияқты. Штатта емес. И мен уже смело айта аламын, что рассылка работает деп. Конечно, иә. И работает, когда сенде кейстарың жақсы болса, кішкене уже ішіңе кірген адам, опа, уже в деле деп сен сендіре алсаң. Сол кезде жақсы жұмыс жасайды негізі. Ол кезде по-любому жаңағыдай танысыңа бір нәрсе қылдырып, бір какой-то видеоларың болу керек та. Көрсете алатын міне деген сияқты ше. А егер просто так бүйтіп тұратын болса, негізі по-любому ең бірінші нелерің, клиенттерің, таныстарың, туыстарың, достарың деген сияқты болады дейді ғой. И вот сол ғой негізі. Сөйтіп ұсынып көру керек та по-любому. Мысалға бізде алдында реалити болды, монтаж бойынша.
Хадиша деген қыз 2 күн сразу реалитиді түсіндіріп бердім монтаж бойынша типа, и 3-ші күні продажа бойынша түсіндіріп бердім. Мақсаты оның 50 000 теңге табу болды да. И айттық, короче. Бірінші рассылканы түсіндіріп бердім, и потом екіншісі уже жаңағыдай сарафан осы жолдарды түсіндіріп бердім ғой. И сол 2 күннен кейін бізге жазып тұр уже. План перевыполнен дейді. Просто предоплатамен еще. 55 000 теңге жинап бізге көрсетіп тұр ғой. И вот сұрадым, типа. Жоқ, просто пайдалы болды да ол жерде. И сұрадым, типа, не жасадың деген кезде, чисто таныстарыма жазып шықтым деді ғой. Бұрын алғысы келіп жүрген, не істеп жүрген деген сияқты. Минимальный чекке жасап бердім. Бірақ өзіме кеш жинап алдым деді да. Оказывается, осылай жасауға да болады екен ғой деген сияқты ойланды да. И в целом негізі адамдар сондай ғой, типа, миында ғана жасап жүре береді да, ол нәрсені, блин, осындай деген сияқты. А ол нәрсені бірінші в деле жасап көретін болса, ол басқаша да. Типа, результатты біз уже миымызда құрып тастаймыз да. Вот сол сияқты негізі. Әдемі. Хорошо, клиентпен разбираться еттік, в принципе. А вот қазіргі өзінде қандай нелер бар, оборудованиялар бар? Айтып кәдімгі жинап жүрген или там бір өзіңнің полный сетапың қандай жұмысыңа байланысты? Ойбой. Екінші рет апнайт еттім ғой мен уже. Екінші рет па? Дәл қазіргі? Жоқ. Бірінші рет апнайт еттім дейінші. Жоқ, по идее. Екінші рет. Потому что мен мобилов болдым ғой ең бірінші. Типа ол кезде Sony 6000 болды. Одан кейін екіншісі уже Айдармен жұмыс жасап бастаған кезде 6400 6300 болды. Sony 6300 болды. И мен параллельно оның алдында HP-ді алып алған ноутбук. HP-ім ше. Ғық деп ашылады. Деп ұшатын. Сол болды. Обычный, сол кезде просто петличканың өзі обычный болды. Ал қазір уже, қазірге келетін болсақ, FX30 уже кинокамера снимаем, он бит. Сосын петличканың өзі қазір уже более мынандай Холланд қой. Потому что оның алдында мен боя болды. Екеумізге бірдей ғой. Сенің бояң, менің боям тоже екеумізге ұқсайды. Соңында әлі бар ғой. Менде де бар ғой, просто мен оны қолданбаймын да. Түбі істемей қала береді. Мен де задам. Кәні 250-ді бар, есше алатын басындар айтындар үйде. 60-0 бар деші. Ой, ликс қыл жерсек. Камера кезет қыл жерсен. Сол, короче, не бар? Екінші, уже петличка сол Холланд. Енді ноутбукқа келетін болса, Макқа ауыстым мен недавно. 2 ай болып қалды. Фрилансер. Кофе ішіп бейді. Ашып қоясың. Өте күшті негізі. Күшті ма? Өте күшті. Әдем ма? Любой жерге отырдың бейді аша салым жұмыс жасай. Әдем ма? Әдем болса, әдем айтатсыңдар. Әдем. Қиын ғой, брат. Деші. Қиын ба? Базар. Кайф. Ал объективтерден? Объектив недавно деп помню. Кеше, кстати, заказ беріп қойдым. Sigma 1850-ді. До этого менде китпен фикс қана болатын 50 мм. Бірақ соның өзімен негізі қазір біраз нәрсе. В принципе, болады экспертный рисқа деген сияқты ше. А егер уже қазір не болып жатыр ғой, маған в основном Теле2, Алтел дегендер көп жазып не істеп жатыр да. Вот сол кезде енді барған кезде мероприятие түсіресің ғой, мероприятияда фиксті бүйтіп ауыстырып отыру қиын да, ройненмен ше. И қайта не істеп отқан кезде лучше біреуден еще жалынып жүргің келмейді. Мысалы, сондайым бар да. И арендаға алатын болсаң, типа сәл қымбаттау. Барып, оны тапсырып кетіп, уақыт дейсің. Ал Sigma-ны не үшін алдым? Сол типа универсал болғаннан кейін ғой. Мен не үшін бұл сұрақты қойып жатырмын? Егер де достар, сіз объективтер, камералар, жаңа светтер алатын болсаңыздар, сіз BQ Store'дан кәдімгі жақсы бағада алсаңыздар болады. Көп техникалар наличие бар. Ренталда бар. Бұл бізде BQ Studio'да түсіріліп отыр. 3 түрлі нәрсе бір жерде, ыңғайлы жерде орналасқан. Имейте в виду. Ройн маңча, кстати, сұрасай ба? Ройн құлатып алғам алдым да. Қой? Тірі ма? Тірі емес сол. Ана шеті басылып қалған. Енді? Сол жөндету керек. Ойлап жатқан ба? Егер арзан барса. Сергей, Виталий дегендерге барасың. Борис дегенге жаздым ғой. Борис деп. Борис. Ал андай бір қазір күшті эксперттерде жатыр қой енді. Андай негативный бір клиенттерің бола ма жалпы? Жалпы қандай факаптар болады негізі негативный болғанда, там қандай бір қасиеттерінен бір клиент жаман аурасын байқап қаласың негізі? Қандай қасиеттерінен дегенде, мен негізі андай келісіп отқан кезде байқамайды екенмін. Уже жұмыс жасалып кетеді ғой, сол кезде байқалады да ол нәрселер. Сол үшін де негізі договор деген нәрсені қосып отыр мен. Типа дұрысынан ше.
уже договорды андай күшейтіп деген сияқты ше. До этого мен договормен жұмыс жасайтынмын, бірақ неофициально, да, короче ше, просто так бүйтіп көрсете салатын да, деген сияқты ше. А уже новый клиенттерге мен договорды как положено немен қолмен жасау керек та, потому что келісімде болған нәрсе прям андай роль играть етеді, договорың болып тұрса ше, саған міндеттелмеген нәрселер болып кетеді, сроктары дұрыс болмай қалады. Болады ғой, бүгін түсіріп келесің, уже кешке қарай монтажын сұрайды. Енді ол проекттің несіне де байланысты ғой, если там бір Шалқар Қайратұлы болса мысалы да, обедте түсіресің, кешке үште сразу салу керексің да, олардың жұмыстары андай срочно. Енді ондайларға керек емес та. Мен айтқым келіп отқаны, объем аласың ғой мысалы. Объемдағылармен сразу негізі договорға отырып алу керек та. Мысалы мен договорды в основном 20 видеодан жоғары болатын болса уже қойып жатырмын. Типа егер 10-15 видео болатын болса, ол уже типа 3-4 күнде бітіретін мәселе ғой. А егер мысалы 20-30 видео деген сияқтылар, ол уже примерно бір айға созып тастайды кейбіреулер ше. И из-за этого мен қиналып қалғам да бір-екі моментте. И мысалы 2 айға созып кетті. И ақша мысалы, допустим, просто тұрады, съемканы отмена қыла салады, и бір рет емес 3 рет деген сияқты ше. И сол кезде уже андай жестко. И то анандай ғой, типа клиентке айтасың ғой, бұлай болмайды, қалған 100% оплатаны жібере сал деген кезде, типа жоқ, монтаж бітсін, сол кезде жіберемін деген сияқты тұрып алады да. И нормально кешірім сұрамайды деген сияқты. И адамгершілігіне қарайсың да сол кезде ше. Неге ол үйтіп жатыр, неге ол бүйтіп жатыр деген сияқты емес. Жақсы, әдемі. В принципе, менің өмірімде де бір қатты бір проблематичный клиенттер болмапты, негізі білмеймін, бір өзіміз бір ниетіміз түзу болғаннан кейін ба десең да. Аллах сол ниетке байланысты жібере береді дейді ғой. Неше түрлі негізі мамандар бар ғой. Өздері де там некомпетентный, там не емес та. Былайша айтқан кезде бір неадекватный там не істейді, өздері съемкаға кешігіп келеді, или там бір өздері там жоқ болып кетеді. Профессионализм сәл төмен дейсің ғой. Кішкене там дисциплинасы жоқ. 2 күнде бітеді десең, уже 2 аптадан кейін өткізеді деген сияқты. Содан кейін де сарафанмен бір жақсы адамдар өздері келеді деп ойлаймын, енді былай қарап отырсаң да. В принципе, күшті. В принципе, сол негізі андай ғой. Сіз үшін ең күшті видео деген, ең күшті видео қандай? Ең күшті видео? Если экспертный болатын болса, то лид көбірек әкелген видео. Мен үшін. Қандай жолмен болса. Егер ол уақытылы өткізілмесе, ол екінші этапқа өтеді. Екінші тарапқа өтеді. Дедлайн. Вот. Ең біріншісі ол уақытылы өткізген видео ғой, негізі ең күшті видео дейді да. Мен сол кезде естіген кезде мен ема дегем да. Сен андай ғой, просто видеоң простой болса да, негізі уақытылы өткізіп отырсаң, сен кәдімгідей несің негізі. Дедлайнмен жұмыс істеу деген енді қазіргі заманның бір забросы болып қалды, кәдімгідей болі болып проблемасы ол негізі білейін. В принципе, қазір если монтажер алатын болсаң да, там видеограф алатын болсаң да, там любой бір таргетолог алатын болсаң да, бір отчет или бірдеңе өткізу үшін сен күтіп қалсаң, уже басқа жұмыстарың тұрып қалады негізі ше. И өзің жоспарлап қоясың оны. Сол қазіргі заманда білмеймін, сол жағынан қатты проблема. Мен уже өзім монтажерден 4 рет па қадалдым. Именно сол жағынан. Енді шүкір қазір деп. Менеджмент шығар енді. Менеджмент оқу керек деп ойлап отырмын енді ол жағынан ше. Ал данный момент сол енді просто так интуитивно жұмыс жасап жүрген кезде енді ойлайсың ғой, біз өзіміз сияқты жұмыс жасайды шығар деп. И вот сол кезде алды да 4 рет қадап тастады ғой. Өзің сияқты. Сол өте қате пікір екен негізі. Бәрі мен сияқты күшті шығар деп ше. Оказывается, ол өтірік пікір екен біздің миымыздағы. Қалай ол? Неге олай? Неге ол өйтіп жұмыс жасамайды деп ойлап кетесің ғой. Неғып болды? Қиын екен. Ал қазір, в принципе, 2025 қазір. Жаңа уже жыл болды, келді. Уже 2-ші ай басталды. Бұл сала қай жаққа кетіп баратыр деп ойлайсың мысалы? Мысалы, мобилография, күшті дың ұрып жатыр. Видеографтар тық кетті, рилс экспертный. Дальше уже видеографтың өсу точка ростасы қалай мысалы? Точка роста то же самое, базовыйлар ғой жаңағы ше. Именно базовый уақытылы өткізу, уақытылы жіберу, сон уақытылы келу, сол нәрселердің барлығын жауып тұрсаң, сен уже рыноктағы несің ғой негізі. Жақсы уже сұранысы бар адамсың да. А егер дольше жұмыс жасаймын дейсің, сен жеке брендті по-любому қосуың керексің. Қазір адамдарға просто так видео түсіретін адам қызық емес. Уже клиенттерге ше. Уже шақыратын болса, уже жеке брендіне бүйтіп қарайды. Мен соны байқадым уже ше. Сен жеке брендіңе қарайды, кейстарыңа қарайды. Сен кейстарыңның өзінің кемі бөлісіп отыруың керексің да. И уже
мынандай нәрсе бұрын чисто андайға жүретін еді ғой, типа количество видео деген сияқты болса, уже клиенттердің өзіне ол қызық емес та. Клиенттерге бір нәрсе керек уже. Сценариймен бір нәрсе деген сияқты. Оның өзі уже ақырындап уже потребность болып бастап жатыр да, типа сценарий ақырындап уже ненің ішіне кіру керек деген сияқты ше. Вот көп сұрайды уже. Үшінші, төртінші уже. Мен соңғы келген адамдардың төртеуі де уже андай болды. Сценариймен жазасыз ба деген сияқты ше. Сценарий ішіне кіре ма деген сияқты. Сол кезде ойланып қалғансың ғой, ема деп. Менде кіреді просто. Жоқ, менде ол кірмейтін да. Енді ол дополнительный услуга болады. Қазір ақырында уже қосып жатырмын. Ну, соответственно, уже бағасы көтеріледі. Оған да төлем керексің. Енді мен өз басым Нұрекең сияқты андай сценарий жағын ойластыру қиынырақ маған ше. Жоқ, генератор идея бірінші орында ғой. Жоқ, по-любому типа андай досконально сөзіне шейін ше, мысалы. Мен сөз жазу маған қиын негізі. Чисто экспертный жағынан дейсіз. Иә, өйткені мен өзіме құра аламын ол жағын ше. Audition ол жаңа генератор идея мен өзіме ғана екен да, кажется. Мен басқа біреуге қиынырақ ол. Басқа біреуге айта аламын, міне мынаны жаса деген сияқты ше. Идеялар айта аламын. Не типа текст до конца бүйтіп отыру емес та. Вот сенде өйткені стратегия бар ғой, брат, аналитика бар. Вот соларға сол. Мен разбор өтпеген ғой просто. Просто өткенмін да бетінде ше. Шеттерінен галып дейсің. Жоқ, кәдімгідей көмектеседі ол. Күшті. Сол жаққа дамып бара жатыр деп ойлаймын. Қазір сценарийға личный брендке да. Комбо пакет болып тұрсаң өтеді да, короче. Қазір сол жаққа өтіп жатыр. Комбо пакет деген сияқты бір андай. Просто так адам қызықтыра алмайсың, типа видеосъемка, не съемка деген сияқты. Уже штат қала саған жақсы да оны. Ең идеальный, мысалы мен эксперт болсам ше. Представь, что мен экспертпін. Білмеймін там бірдеңемен айналсам, бір колбаса өндіремін мысалы. Колбаса шығарамын, видео шұжық еті деп қойып, күшті повармын да. Маған видеографым болса, монтажерім отдельно болса, и плюс еще бір сценаристім болса, и плюс еще бір продажник екі қыз болса, мысалы же, кайф қой. Конечно. Контент. И соның бәрін бір ұйымдастыратын бір адам керек сияқты негізі. Иә, күшті әділет артын жасатқан күшті просмотрға күшті пранктармен да. Дальше енді сататын техникасы басқа ғой. А вот енді эксперттерді экспертность жағынан мынау қалай дайындалып жатыр. Соңында бір call to action айтып лидтер жинап, соған дік сатып отырып ақша пұтырлап жатса, мысалы. Сіздер эксперттер, если сіздерге дәл осындай идея қызық болса, төменге қызық сөзін жазып кетіңіздер. Может түсінбей қалдым мен. Тағы бір айтып жүрші, мен түсінбей қалдым. Мысалы, мен экспертпін. Бірдеңемен айналсам, врачпын хотя бы жарайды. Маған бір видеограф, монтажер екеу, и үш сценарист, үш адам болса, и плюс екі продажница қыз, или бір продажница қыз. Типа соның барлығын, если как контент-мейкер или контент-продюсер ретінде басқаратын адам бар. Сондай бір командамен как процентке істесең да, мысалы. Бір нәрсе дейін ба? Қандай? Қасқыр тура солай жұмыс істейді ғой. Кіммен жұмыс істейді? Мысалға, өзі эксперт. Өзінің жұмыс жоқ, өзінің командасы тура солай. Осындай системада тұр да. Кайф. Өте кайф, процесс өте кайф. Мысалға, көремін ғой мысалы, ол жерде продюсері бар, ассистент бар. Продюсер сол нәрселердің бәрін ұйымдастырып жүреді. Одан кейін ассистентке айтады. Ассистент бүкіл нәрсеге типа сөйлесіп шығады, типа как HR ша. Сөйлесіп шығады. Тоже 2-3 продажницасы бар. Сосын тағы не бар? Видеограф. Ассистент как мобилограф сияқты сондай нәрселер жасай береді. Типа требованиясында сондай бар. Ал енді ішкі кухнясын ашып тастасам деп ше, қазір ренжіп жүрмесін деп жатқанмын ғой. Просто мен сыртқы бақылауым сондай да, маған өте кайф та, олармен жұмыс жасаған. Ішкі кухня дегенде қазір көп системный экспертиза бар. Вот сол кезде мысалы мен как ол жерде не емеспін ғой, штатник емеспін. Мен шеттен бүйтіп шақыра салады. Аутсорстан шақыра салады. Барамын, не түсіре саламын, отзыв түсіремін, сосын либо жаңағыдай нелерін түсіріп тастаймын. Кайф. Процесс өздері типа жүріп жатыр бүйтіп ше. Әдемі. Исекең былай шеттен бүйтіп келеді да, сөйлеп кетіп қалады. Продюсерін танымайсың ба? Танимын ғой. Кім? Ұлжан деген кісі ғой, танымайсың ба? Жоқ. Қойшы. Ұлжан? Иә. Деп андай. Жоқ. Ұлжан деген кісі. Базар. Ұлжан Серікбаева деген, танымайсың ба? Соны ойлап қоямын негізі арасында деп. Нені? Сондай уақытты да, в принципе, күшті. Продюсерствон ма? Жоқ, именно продюсерство болғанда бір, білмеймін, бір видеопродакшн ба деген сияқты, или там сондайға жауап беретін, может, маркетинговый там бірдеңе, короче. Оны бір целый маркетинг деп те айта алмайсың. Өйткені андай бір сложный сөздерді білмейсің да. Да. SEO бір бәле, бір генерация, анау деген сөздерді білмейсің. Полный бір продюсирование деп айта алмайсың. Запускпен айналыспайсың да. Чисто бір сондай бір нәрсесін айналысатындар. Не дейді жалпы? Reels продюсер дейді ғой, брат. Қазір сен бәрі Reels продюсер. Reels продюсер неге жауап беретін білсең болды ғой. Ол жерде мысалға хотя базовый маркетингтің несін оқыған дұрыс та. Біз просто алдында дерскі не андай спикер шақырғанбыз ғой. Неге? Обучениемізға ша. Келді де потологын қойып берді бізге.
Космотайгер бар ғой. Космотайгер. Космотайгер, иә. Исекең. Патологын қойып берді. И мысалға сен былай қарап береді. Трафик бар, опы бар, и потом тағы не бар? Продажа. Продакшн. Продажа. Үш нәрсе да? Опы, продажа екі бір емес. Жоқ, трафик. Мысалы, айтып берейін. Базовый маркетинг да. Сенде продажа жасау қанша күн? Примерно, допустим. Білмеймін, там бір 7 күн дейік. 7 күнде емес қой, негізі примерно 3 күнде болшы. 3 күн. Одан кейін отдел продаж жинау. Жоқ, мен өтіре алдым. Продакшн дұрыс айтасың. Продакшн, мысалы, допустим, съемка анау мынау деген сияқты, организация. Допустим, 2 күнде жинадың. Нені? Продажаны. Тоже бір опынышы. 1 күнде жинадың, допустим, да енді. Трафикті сен қанша күнде жинайсың брат? Трафик енді ұзақтау ғой. Вот, видишь, сенде трафик болмаса жаңа екеу типа тупо ғой, керек емес қой, мысалы, допустим, жаңағыдай. Көбіміз, мысалы, көп қазір не істейтін болса, мысалы, маркетологтар болсын, не болсын, трафик емес, мына жаққа ауысып кетеді ғой. Отдел продаж, анау мынау деген сияқты бүкіл нәрсесін жасап алады. Бизнестарға не керек? Трафик керек қой. Трафик болған кезде ғана барып ақша түседі да. И мысалы, рилс продюсер болатын болсаң, сен сол нәрсені түсіну керексің да, сен бұл охват жағына жұмыс жасайтын болсаң, вообще тема сияқты. Сен мысалы, қазір рилс продюсерін дейді да, просто пакет видео, типа съемка, качество деген сияқты нәрселерді ғана түсінады да. Чисто процесс сатады. И мен сол түсініп жатырмын, короче, типа, неге біз осы жаққа неғып өтпейміз деген сияқты. Неге соны жасамайсың? Мен бұны нәрсені, типа, уже анализ жасап жүрмін да мен. Просто так мен бүйтіп өте салмаймын да негізі. Стратегиям жоқ та негізі менде. Мен аналитика жасап, барып өтемін да. И четко не болды, типа. И ақырындап осы нәрсені қосып қойды да маған. Күшті. Мына жер әдемі болды, күшті. Если, в общем, видеографтың .ру сайтасы негізі өзем деген видеографтың примерно осы жақтар ғой. Жауапкершілік жағы ғой енді, по идее. Енді жоқ андай ғой, егер қымбат чекке сатқың келсе, осындай жауапкершіліктерді алуың керексің деп ойлаймын. По-любому. Қорқынышты, но это того стоит дейсің ғой. Там где риск, там и рост дейді ғой. По-любому мысалы ғой. Маған пытық жазып керек дейсің ғой. Кесіп аламын мен рилсқа саламын деуші. Әдемі, кайф. Жоқ, енді видеографтар өзі негізі бөлінеді ғой. Мысалға, мынандай видеографтар бар. Чисто творчествоға клип түсіретін, не түсіретін. Енді ол жақта да ақша жоқ демеймін, бар. Бірақ маған өзіме ұнамайды, мысалы, коммершал жаққа өтіп кетуге болады да, мысалы. Ол үшін сен коммерческий нәрселерді көп не істеуің керексің да, типа, дамытуың керексің да. Сол жақтардан білім алып, или андай нетворкинг жасап деген сияқты. Ол по-любому сол жақтарда жасау керек болады. Енді біз, мысалы, допустим, Нұрсерік екеуміз почти бір не жақта жүрміз да, салада ше. Бұл да экспертный түсіреді, мен де экспертный түсіремін. Енді біз жақта егер не істейтін болса, өсу жағы болатын болса, допустим, экспертный рилстар түсіріп жүрсің, дальше уже сондай, типа, контент-продюсерство, либо продюсерство, полный инфобиз. Сол жаққа өту керексің, либо жаңағыдай рилс продюсерство деген сияқты, продакшн ашып деген сияқты, сондайға өту керек деп ойлаймын. Ол клип түсіретін видеографтардың басқа бөлек әңгіме ол негізі. Ол жақтың темасы бөлек енді олар. Кәдімгідей жатып өмірін арнағандар ғой олар ше. Авторды ішіп тастау, мысалы, блендерді ішіп тастау. Мен ондайға нервім шыдамайды мен. Жоқ, негізі олар жалғыз бір адам ішіп тастамайды екен. Мен оны жағында бөліп істейді, бірақ сонда да бірақ енді өте нудный жұмыстардың бірі мен үшін. Мен тамсана қараймын, қиналып қараймын, жестко брат деп ше. Білмеймін, олар да бізге бүйтіп жестко жақсы сөйлейді екенсің деп қарайтын шығар, может, білмеймін. Өйткені оларға мақтанбай қояйын деп ше. Бүкіл жағынан просто таныстарым бар да. Мысалы, қой жаңағындай кино жағынан болсын, режиссерский жағынан болсын, жаңағындай клип жағынан болсын. И бәрімен айналысқан кезде, типа, олар да осындай нәрсеге қызып қарайды деп ойлаймын да. Типа, олар да жеке несін дамытқысы келеді. Байқасаң, типа, олар кішкене нелер ғой, типа, сторис салса да, типа, андай бір-екі сөз ғана жазады деген сияқты. Мен оларға айтамын, типа, брат, неге салмайсың деген сияқты. Олар мысалы обучение жасағысы келеді, бірақ олар үшін кейбір кезде не болуы мүмкін да, типа, андай самозванцы. Типа, менде опыт аздау ғой деген сияқты, брат. Олар кейбір моменттерінде олар андай Көкабесек, Айсұлтан Сейітов деген сияқтылармен теңеуі мүмкін да. Қатты салыстыру болуы мүмкін. Енді от себя мен жеке нем қандай? Байқағаным. Көз қарасың. В принципе, салыстыру жағынан
жестко да негізі біреумен салыстырып кетсең өзіңді біттің ғой ана жерде ондай момент болған ма сенде кезінде болған. кезінде Қазір уже андай емес, қазір мынандай ойлайсың ғой, индивидуальныймын деген сияқты ше. индивидуально Иә. күшті Кезінде болған, енді бастап жүрген кездерде. Ол кезде мен үшін сен ғой, брат, потолок болған ол кезде. Андай, реально мен помнишь, мен саған жазып едім ғой, типа, брат, давай мен осындай кезде көріскім келеді деген сияқты ше. И мен нетворкингті қатты қалайтын да сол кездерде. И мен салыстыратым, типа, сол кезде. Блин, Нұрсерік деген жасап жатыр ғой, Әділет Рахметолла жасап жатыр ғой, Паралон жасап жатыр ғой деген сияқты. ол кезде чисто тиктоктың күші ғой в принципе. Вот сен сол кездерде андай болдың ғой, брат. Прям бүкіл площадкада шығып тұрдың да. ютубта да, мысалға, допустим, тиктокта да, рилсты ең бірінші мысалы шыққан кезде сен сразу қолданып кеттің ғой. Мысалы тиктокта да сразу қолданып кеттің деген сияқты ше. Вот сол кездерде прям жоқ, реально мен ол кезде кәдімгі фанатить еттім. Мысалы мен ол кезде шетелдіктерді көп қарамайтынмын, Рәкеңді қарайтынмын, мысалы Рамизи ше, сондықты көп қарайтынмын, мысалы ол ютубта айырып атты ол кезде. Сол примерно не кездер ғой, сол жаңа охрана болып жүрген кездер ғой. Кайф. Қазір в принципе күшті араласып жүре бересің. Аллаға шүкір деші. Армандар деді. Күшті. Соңында уже примерно фрилансерлерге или там бір енді видеограф болып бастап жатқандарға бір қысқаша бір қандай совет айта аласың? Так. Мына қателіктерді жасамай ақ қой, в принципе, или там мына жерде кішкене шарит етіп кет дегендей бір советтер бар ма? Қандай видеографтарға барады? Жоқ, қазір біздің сөйлесіп жатқанымыз андай андай видеографтар емес, клип түсіретіндер емес, чисто осы бір рилстың темасында жүрген өзіміз сияқты адамдарға. Егер клиент жоқ болып жататын болса, ну в целом мен айтқым келетіні ол по-любому обучениядан аямау керек. Мен бірінші очередь соны айтамын. Өйткені мен бірінші типа көбісі ойлайды, мысалы оборудование алып алайын, анау деген сияқты ше. Болады иә, алсаң болады, бірақ сен оны алып алғаннан кейін, брат, сен ол жайлы білмей тұрсаң, сен қалай қолданасың? Сен жасағаның мобилограф болып жатады да, короче, ше, типа мобилографский типа качество болып жатады. Сен лучше бар да білім ал, сен қалай ақша табу керек екенін біліп аласың, зато нелерді біліп аласың, и саған да оңай болады да, типа хоп, бітіп кіре салуға, жаңағыдай техника дегендерді ала салуға ше. Сен қолыңда жаңағыдай навыктар болмаса, сен қайдан не істейсің деген сияқты ғой. Мен білім алуды совет етемін. Күшті. Хотя базовый кішігірім типа. Әдемі. Мен мынандай бір советті айта алар едім, бір өзіңнен мықты жігіттермен, как өзің салаңдағы там адамдармен көбірек кездесіп ше. Иә. Көбірек встреча ішіп, кішкене кофе ішіп, далбаса әңгіме айтпайсыңдар ғой, енді по-любому там жиналып, хотя бы сен кішкене сөніп баратсаң, олардың энергиясынан уже сен заряжаться етесің да. Жайлап, зарядкаң 10% болатыр, барасың да сөйлесесің, дейсің да, уже и дальше өзіңе контент істеуге желание ашылады. Тусалар көп қой негізі бұл жерде. Допустим, біз өзіміз халяль тусалар. Халяль тусалар. Андай футбол болсын деген сияқты, сондай нелерге тартылып тұру керек та. Мысалға, допустим, біз апта сайын футбол ойнаймыз деп. Біз айтамыз де. Жоқ, сол жерлерде мысалы кереді, сол жерде танысасың, хотя бы бір касаниялар болып жатады, типа, бүйтіп, міне мен Эпеклемен сөйлестім, типа, допустим, Нұрсерікпен сөйлестім деген сияқты. Кішігірім хотя бы, типа, біз андай бір бүйтіп кеткен нелеріміз емеспіз ғой, біз наоборот араласуға. Кейбір адамдар директке жауап бересіз. Йоу, солға бір жаза берсеңдер. Вот менде, кстати, брат, менде мынандай болған, саған жазған кезде ше. Мен сені неге чайға шақырдым ғой. Вот сол кезде мынандай болды, боль деп помню, в целом типа. Мен сені слишком мынандай қылып көп жаздым да, и мен тұрдым да жаздым. Брат, давай мен сені чайға шақырғым келіп жатыр, осындай деген кезде сен жауап берген кезде менде сондай болды, барьер. Брат, сен неге жауап бересің ба не деген сияқты ше. И вот сол үшін де ол смело жаза берсін деген сияқты ой ғой. Чайға шақырыңдар. Наоборот, бір сағат болсын, типа, уақытымызды, типа, не істеп кеткенге деген. Нормально ғой ол нәрсе. Танысыңдар, бір-бірлерімен таныссын деген сияқты. Кішігірім бір орта құрсын, нетворкинг қой. Кайф. В принципе, ең бірінші сол ортаны дұрыстап анықтап алғаннан кейін, кәдімгі жақсы ортаны анықтап алғаннан кейін жайлап уже сен алайта кете береді дейсің. Әдемі. Егер де сіз біздің ортаға келгенде комментарияға плюс қалдырып кеттіңіз. Подписка сатып кетсең да. В принципе, жақсы әңгіме болды. Маған күшті ұнады. Кайф болды. Біз 2 сағаттық подкаст, 1 сағаттық, в принципе, жақсы. Тағы айтарың болса, или жоқ па? Болды ма? Жоқ. Болды ма? Күшті ма? Все, онда достар, осы
біздің Нұрсерік Көптілеу YouTube каналына тіркеліңіздер, колокольчикті басыңыздар, комментарийға инсайттарыңызды, кері байланыстарын жазып кетсеңіздер, біздің қуанышымызға сіз әсер еткен боласыз. Все, рахмет. Кет барыш, жауың болсын. Челси. Челси. Кол, Палмер. Кол.